Сәлем достар, бұл алдымыздағы аптаға арналған жұлдызнама 17-23 қараша аралығына. Аптаның әрбір күніне тоқталайық, одан соң әрбір белгіге тоқтала кетемін. Бірінші күні 17 қараша дүйсенбі, аптаның ең орнықты күні. Бұл күннің энергиясы Сатурн планетасымен тығыз байланысты болады. Яғни сабырлық, салмақтық, ішкі ұстамдылық артып, алдағы ұзақ мерзімді жоспарларды талқылау үшін өте қолайлы уақыт. Жақын адамдармен жүректен сөйлесу жеңіл болады және интуиция да анық болады. Екінші күні 18 қараша сейсенбіде Лилит әсері басталады. Лилит бізде қара ай. Күн Лилитпен, яғни күн планетасы қара аймен түйіскен кезде айналадағы адамдардың іс-әрекеті бізге күмәнді болып көрінуі мүмкін. Бастықтардан, жетекшілерден түсініксіз ұсыныстар болады, немесе сіздерге ұнамайтын идеялар, ойлар естілуі мүмкін. Әркім дүниені өзінің субъективті қабылдауымен көретін болады. Логикамен ойлауға тырысу керек. Яғни мысалы жұмыс орнында әсіресе немесе қандай да бір ортада сізге біреулер сіздің артыңыздан сөйлеген сияқты, немесе бір нәрсені сізге әдейі айтқандай, жасағандай болып көрінуі мүмкін. Бірақ оның бәрі олай емес. Бұл Лилиттің әсері. Үшінші күні 19 қарашада сәрсенбіде эмоциялық шиеленіс болады. Құпиялардың ашылуы күні кейбір адамдар үшін. Таңертеңде үшінші күні Венера планетасы сарышаян белгісінде болып, бұл бізге құмарлық сезімдерді күшейтеді. Ал кешке қарай сол күні Уран планетасының әсері артып, күтпеген жаңалықтар, аяқ астынан әлеуметтік желілерде қандай да бір үлкен жаңалық немесе қандай да бір ашылулар болуы мүмкін. Мысалы, мүмкін ғылыми салада немесе қандай да бір саясатта болып жатқан нәрселер болсын, бірақ көп шу әкелетін нәрселер. Сонымен қатар тосын ақпарат пайда болуы мүмкін сіз үшін, барлығымыз үшін. Сезім мен ой арасындағы үйлесім бұзылады бұл күні. 20 қараша бейсенбі 4-ші күні сарышаянда жаңа ай мен қара ай қосылады. Сарышаян белгісінде бұл түстердің мағынасы ерекше тереңдейтін күн. Яғни бұл күнге қарай көрген түстеріңіз сізге қандай да бір белгі беруі мүмкін, немесе өмірде орындалуы мүмкін. Бұл күні ірі қаржылық шешімдерге баруға болмайды, немесе тәуекелділік тым жоғары болады. Және ірі қаржылық шешімдерді басқа күнге қалдырған дұрыс болады. Бұл күні рухани жаңару символикасын көреміз деп айтуға болады. Яғни рухани жағынан қандай да бір басыңызға инсайт келуі мүмкін, ой келуі мүмкін. 21 қарашада 5-ші күні Марс планетасы мерген белгісінде болады, және бұл күні Марс бізде энергия, мергендердің өздері де отты белгі болғасын, энергиясы да көп және позитивті белгі. Сондықтан бұл бізге асығыстық, шектен тыс қызуқанды болуды, асығыс әрекеттер жасау, дауға бейімділік болуы мүмкін адамдарда, эмоциялық жарылыс болуы мүмкін, әртүрлі конфликттер әкелуі мүмкін, әсіресе сөз жағынан. Әр адам тек өз ішкі дүниесінің көлеңкесін көріп, өзгемен тіл табысу қиынға соғады деп айтуға болады бұл күн туралы. 22 қарашада сенбі күні Сатурн планетасы қайта оралады. 6-шы күні біз есіміз жиналғандай болып, есі дұрыс логикамен жасайтын шешімдер, ойлар қайтып келеді деп айтуға болады. Ақыл салмақтанып, маңызды әңгімелерді байыппен талқылауға мүмкіндіктер әкеледі бұл күн. Және қара ай Лилиттан кейінгі алғашқы тұрақтандыру кезеңі. Яғни 6-шы күнге қарай, егерде осы аптада қандай да бір конфликттер болса, түсініспеушіліктер болса, 6-шы күнге қарай соның бәрі орнына түседі, орнына келеді.
23 қарашада 7 күні жексенбіде тыныштық пен жинақылықтың күні. Ай тауешкі белгісінде болады. Бұл таза ой, салқын қанды баспен ойлау, салқын қанды шешімдер жасау, жүйелеу әртүрлі процестерді, ол жұмысқа байланысты болсын, үй ішіндегі процестер болсын, ішкі жақтан тыныштық болады. Және бұл күні жалғыздыққа деген ниет артуы мүмкін. Бірақ бұл жақсы процесс, яғни адамға кейде өздігінен жалғыз болып қалу, немесе жалғыз болып бір жерге серуендеу, демалу, тіпті жай далаға шығып болса да, жалғыз жүріп келу болса да, соның өзі өте пайдалы болуы мүмкін. Себебі ішкі жағымыздан, рухани жағымыздан, сосын басымызға да тыныштық әкеліп, кейбір ойларымызды реттеуге көмектеседі. Әрбір белгіге тоқталып кетсек, тоқтылар. Бұл аптада сізде қайнаған эмоция, күш қуатыңыз артады. 17-сінде жоспар құруға өте жақсы күн. Егерде ол сұрақ сіз үшін өзекті болса, бір жерге баратын болсаңыз, әсіресе кішігірім жоспарлар, яғни 1-2 күндік командировка сияқты, мысалы жұмыс сапарлар. 18-21 арасында айналаны дұрыс түсінбей қалу қаупі бар. Сондықтан өзіңізді қолыңызда ұстау керек. 21-де сондай-ақ Марс планетасы сізді тіпті шамадан тыс белсенді етеді. Яғни тоқтылардың өздері отты белгі, өздері өте актив, өте жылдам әрекет ететін адамдар, кейде импульсивті болатын адамдар. Сондықтан Марс одан сайын көп энергия беріп, шамадан тыс әрекет етуіңіз мүмкін. Және сізге қоршаған адамдардың бәрі қимылдап болмайтын сияқты болып көрінуі мүмкін. Сондықтан адамдарды артынан қумалау керек. Және сіздерге кеңес, ол жанжалдан алыс жүріңіз. Бірінші жеңсеңізде кейін өкініш болуы мүмкін. Келесі торпақтар. Торпақтар үшін бұл серіктестік және жақын қарым-қатынастар аймағында белсенді болатын апта. Жаңа ай сізде 20-сында болатын жаңа ай жақын адамның шынайы мінезін көруге мүмкіндік береді. Яғни қарым-қатынастағы қандай да бір шынайы біреудің ойын, сізге деген ниетін көре аласыз. Және қаржы саласында күмәнді ұсыныстардан бас тартқаныңыз дұрыс болады. 22-23 қараша күндері ойыңыз орнығады. Асығыс шешім қабылдамаңыз, сіз үшін кеңес бұл аптаға. Келесі егіздер. Егіздерге бұл ақпарат тасқыны және күтпеген жаңалықтар аптасы. 18-21 аралығында жаңсақ пікірлермен өсек аян көбейеді өміріңізде. Ал сәрсенбіде Уран планетасы тосын хабар әкелуі мүмкін. Сізге кеңес, ол құпия құжаттарды, біреудің сізге деген сенген құпия әңгімесін өзіңізде ұстау керек, таратпау керек, және артық сөзді бақылау керек. Себебі егіздер өздері өте коммуникациясы жақсы адамдар, бірақ кейде көп сөйлеп қояды. Әсіресе минуста деп айтсақ, мысалы, өте көп сөйлеп қоюы мүмкін, кейде орынды ма, орынды емес па, мысалы, өздері байқамай қалуы мүмкін. Сондықтан артық сөзді бақылау керек. Шаяндар үшін бұл апта сезімдердің тереңдейтін және отбасы мәселесіне назар аударатын апта. 17-сі күні отбасы ішінде маңызды әңгімелер болады. Ал жаңа ай 20-сында болатын, сізге махаббат, балаларға қатысты және жеке өмір тақырыбын қозғайды. Және бұл аптада шаяндарда субъективтілік көп болады. Яғни сіз логикамен ойлай алмайсыз деп айтуға болады. Осы аптада сіз үшін ол қиын болады. Яғни барлығын сіз тек өзіңіздің қана тарапыңыздан шешімдер жасап, өз тарапыңыздан ғана ойлайтын боласыз, біреулер туралы немесе жан-жағыңызда болып жатырған мәселелер туралы. Бірақ бұл барлық жағдайда дұрыс болмайды. Сіздерге кеңес, ол ешқандай үлкен шығын жасамаған дұрыс бұл аптада. Және қалай болғанда да біреулер туралы қандай да бір нәтиже ой шығаруға
шығарудың керегі жоқ, себебі қазір сіз субъективті ғана ойлай аласыз осы аптада. Арыстандар үшін бұл үй, отбасы және ішкі әлем тақырыптарын қозғайды. 18-20 аралығында жақын ортада түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Яғни сіздің өте жақын сөйлесетін досыңыз болсын, немесе коллективте бір адам болсын. Ал 22-23 қараша күндері бәрі орнына келетіні байқалады. Яғни аптаның соңына қарай қандай да бір, егер де аптаның басында конфликттер немесе түсініспеушіліктер болса, аптаның соңына қарай ол конфликтті қалай шешуге болады немесе арты жақсы болатынын түсінетін боласыз. Сіздерге кеңес: орынсыз қызбалықтан аулақ болыңыз. Бикештерге бұл апта ақпараттық қателіктер, жұмыстық құжаттармен жұмыс келеді. 18-21 арасында қол қою, келісім жасау үшін, келісім шарттарға қол қою үшін, немесе жаңа біреумен келісімдер жасау үшін қауіпті күндер. Сондықтан егер де басқа күнге ауыстыра алсаңыз, солай жасаған дұрыс болады. 22-сінде жағдай айқынырақ болады. Аптаның соңына қарай жаңағыдай шешімдерді қалдырған дұрыс. Және кеңес: сіздер үшін тек дәлелденген дерекке ғана сеніңіз. Себебі жаңа айта кеттім, бұл аптада қара ай, Лилит өте белсенді болады. Ал ол бізге басымызда, біреудің болсын, біздің болсын, барлығымыздың басымызда әртүрлі күмәндікті тудырады. Сондықтан әрбір айтқан, әрбір көрген нәрсеге сене бермеңіз. Тек қана дәлелі бар деректерге ғана сеніп әрекет ету керек. Таразылар үшін бұл ақша және жеке құндылықтар жүйесі туралы болатын апта. Жаңа ай сізге қаржы саласында күмәнді бастамалар әкелуі мүмкін. Яғни тексерілмеген, қазір мысалы интернетте алаяқтықтар көп кездеседі, және мына жасанды интеллекттің дамуымен мысалы көптеген адамдар алаяқтарға тап болып жатыр. Сондықтан мына жаңа айда таразылар белгісі үшін әсіресе кішкене сондай қаржы саласында, ақшаға байланысты, жұмысқа байланысты мәселелерде әртүрлі күмәнді бастамалар, біреулер мысалы сізге ұсыныстар жасауы мүмкін. Содан байқас болу керек. Ал 17-сі күні серіктестікке, яғни жаңа егерде бизнес, жаңағыдай партнер, серіктестіктер келіп жатырса, тауып жатырсаңыз, олармен диалог құру үшін өте жақсы күн. Бірақ инвестиция жасап керек жоқ бұл аптада. Басқа айдың соңына немесе желтоқсан айына қарай қалдырыңыз. Саршаяндар үшін бұл жаңару аптасы және кейбір адамдарға, кейбір саршаяндарға толық трансформация болатын мезгіл. Жаңа ай саршаяндардың өздерінің белгісінде болады. Сондықтан ішкі өзгерістің кезеңі көп адамдарға. Және жаңағы қара ай көлеңкелі сезімдерді көрсететін болады. Яғни тіпті сіз өзіңізден жасыратын сезімдеріңіз, ойларыңыз болса, теневая сторона деп айтады қазір психологияда, сол жақтарыңызды өзіңіз көретін боласыз. Және ол сізге өзіңізге пайдалы болады, егерде оны түсіне білсеңіз. Және түсіңізді, егерде түс көретін болсаңыз, осы аптада түсіңіздің мағынасы ерекше маңызды болуы мүмкін. Егерде түсіңізді ұмытып қалмасаңыз, қағазға түсіріп талдап көруге болады. Сіздерге кеңес: ол өзіңізді тыңдаңыз. Қазір ішкі даусыңыз дәл болады, себебі интуиция өте жоғары болады. Мергендер үшін аса жоғары белсенділік және импульсивті әрекеттер жасау мезгілі. Марс сіздің белгіңізде болады. Бұл күш-қуат таситын уақыт. 21 күні эмоцияны игеру қиын болуы мүмкін. Сіздерге кеңес: артық күшіңіз болса, оны спортқа бағыттаңыз, немесе қандай да бір өзіңізге пайдалы болатын активті бір әрекетке бағыттаңыз. Себебі қазір сол үлкен энергияңызды, потенциалыңызды қоршаған ортадағы адамдармен қандай да бірге жоба жасауға, немесе тіпті біреумен бірге бір нәрсе жасағыңыз келсе, басқа адамдар сізге баяу болып
баяу болып көрінуі мүмкін. Ал сіз бәрін қазір өте энергичный болғандықтан жылдам жасағыңыз келеді. Барлық көп нәрсені осы аптада үлгергіңіз келеді. Сондықтан бұл конфликт туғызуы мүмкін. Яғни сізді басқалары жаңағыдай еріншек болып көрінетін сияқты болады. Жан жағыңыздағы адамдар еріншек, негативті, жүріп болмайтын, жасап болмайтын деген сияқты бір нәрсеге шешім жасап, яғни сізді қолдамайтын сияқты болып көрінуі де мүмкін. Сондықтан бүкіл қазір сізде бар энергияны спортқа немесе өзіңізбен өзіңіз жалғыз басты жасайтын қандай да бір әрекетке бағыттаған дұрыс болады. Тауешкілер, сіздер үшін бұл жауапкершілік және жұмыс бағытты ойлар да өтетін апта. 22-23 күн қарашада аптаның ең үйлесімді күндері жұмыс үшін. Басшылықтан жұмыс орнында түсініксіз ұсыныстар болуы мүмкін сіздерге, бірақ не болғанда да эмоцияны емес, логиканы таңдаңыз, логикаға сүйеніп шешімдер жасаңыз. Су құйғыштарға бұл жаңалық көп болады. Бұл аптада ақпараттық толқын басталады деп айтуға болады. Әлеуметтік кеңістікте тосын оқиғалар болуы мүмкін, сізге қатысы бар, немесе сіздің жоспарларыңызға қатысы бар, немесе жоспарларыңызды өзгертетін қандай да бір оқиғалар болуы мүмкін. Құпияңыз жария болып кетпеуіне сақ болыңыз, егерде бұл сіз үшін өзекті тақырып болса. Және кеңес, маңызды ақпаратты ешкімге қазір ашпаған дұрыс. Балықтар үшін бұл рухани тереңдік және ішкі өзгерістердің уақыты, яғни сол саршаяндар мен балықтар үшін бұл апта әсіресе ішкі жаңағы өзгерістерге толы болады. Су белгілеріне. Балықтарда 17 күні Сатурн маңызды шешім қабылдауға итермелеуі мүмкін сізді. Ал жаңа ай туғанда аспанда бұл терең түсініктер және түстер әкеледі. Яғни сізге бір символ болатын, белгі болатын түс көре аласыз. Сіздер үшін кеңес ол медитация жасау, тыныштықта болу және балықтар үшін жалғыз қалу өте пайдалы болуы мүмкін осы аптада. Құрметті достар, барлығыңызға сәтті апта тілеймін. Арнаға жазылыңыз. Алдыңғы уақытта 2026 жылға толық жұлдызнама және әрине желтоқсан айына жұлдызнама шығады.